28 маусым күні Қазақстан Республикасында бұқаралық ақпарат құралдары қызметкерлерінің күні атап өтіледі. Бұл журналистердің, редакторлардың, теле және радио жүргізушілердің, операторлардың, тілшілердің, баспакерлердің, баспа ісі мамандардың және қоғамға ақпарат жеткізу жолында еңбек ететін барлық мамандардың кәсіби мерекесі. Бұқаралық ақпарат құралдары біздің өмірімізде маңызды орын алады. Олар тек ақпарат таратып қана қоймай, қоғамдық пікірді қалыптастырады, құндылықтарды насихаттайды, қиын кезеңдерде қоғамды біріктіреді, өзекті мәселелерді көтеріп, оң өзгерістерге бастамашы болады. Дәл осы бұқаралық ақпарат құралдары қызметкерлерінің жанқиярлық еңбегінің арқасында Қазақстанда қоғам ақпараттандырылған, сыни ойлайтын әрі ашық диалогқа дайын болып келеді. Қазақстан журналистикасының тарихы революцияға дейінгі кезеңнен бастау алады. 20 ғасырдың басында алаш қайраткерлерінің жетекшілігімен қазақ секілді алғашқы қазақ тіліндегі басылымдар жарық көрді. Кейін кеңестік кезеңде баспа және электрондық бұқаралық ақпарат құралдары мемлекеттік идеологияны насихаттаудың қуатты құралына айналды. Ал 1991 жылы Қазақстан тәуелсіздік алғаннан кейін елде еркін баспасөздің қалыптасуы мен дамуының жаңа кезеңі басталды. Бұқаралық ақпарат құралдары қызметкерлерінің кәсіби мерекесі Қазақстанда 1997 жылы президент жарлығымен бекітілді. Содан бері 28 маусым ақпаратпен жұмыс істейтін 21 ғасырдың ең маңызды ресурстарының бірі саналатын ақпаратты қоғамға жеткізуші мамандарға алғыс білдіру күні ретінде аталып келеді. Бүгінде Қазақстанда 4,8 мыңнан астам бұқаралық ақпарат құралы тіркелген, оның ішінде шамамен 2,9 мыңы мерзімді баспа басылымдары, 235 телеарналар, 96 радиостанциялар, ал 1,2 мыңнан астамы ақпараттық агенттіктер мен желілік басылымдар. Қазіргі қазақстандық бұқаралық ақпарат құралдары мемлекеттік және жекеменшік телерадио компанияларын, баспа басылымдарына, ақпарат агенттіктерін, интернет ресурстарды, блогерлар мен тәуелсіз авторларды қамтитын көп деңгейлі жүйе. Цифрландыру дәуірінде дәстүрлі журналистердің рөлі өзгеруде. Олар ақпараттың өте жылдам әрі көбіне тексерусіз таралатын әлеуметтік желілермен және жедел хабар алмасу сервистермен бәсекелесуге мәжбүр. Алайда дәл журналист объективтілік деректерді тексеру және кәсіби этика қағидаттарына сай дайырланған маман ретінде қауесет пен нақты фактіліні ажырата алады. Күрделі тақырыптарды қарапайым әрі түсінікті түрде жеткізіп, жеке тұлғаның құқықтары мен заң талаптарын бұзбай, шынайы ақпаратты қоғамға ұсынады. Бұқаралық ақпарат құралдарындағы жұмыс тек талант қана емес, сонымен қатар орасан зор еңбек. Бұл оқиға орнынан тікелей репортаждар әзірлеу, іс-сапарларға шығу, төтенше жағдайлар кезінде жұмыс істеу, үнемі кәсіби тұрғыдан даму, білімін жетілдіру, ақпаратты сауатты әрі объективті түрде ұсына білу. Қаламы қарымды журналистер, бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері. Адамзат өркениетінің дамуында ақпараттың орны ерекше. Ел мен елді, халық пен халықты жақындастырып, қоғамның үнін жеткізіп, шындықтың шырағын сөндірмей келе жатқан қасиетті мамандық иелері журналистер қауымы. 28 маусым Қазақстанда бұқаралық ақпарат құралдары қызметкерлерінің күні. Осы мереке қарсаңында Жарқайың аудандық тарихи өлкетану музейінде бұқаралық ақпарат құралдары қызметкерлері күніне және «Длинное знамя» газетінің 70 жылдық мерейтойына арналған салтанатты іс-шара өтті. Мерекелік жиынның құрметті қонақтары қатарында аудан әкімінің орынбасары Арай Әбенова, аудандық мәслихат төрағасы Асылхан Әлжанов, ауданның бас биі Дөөлеген Ибраев, Аманат партиясы аудандық филиалының атқарушы хатшысы Айбек Слеуқадыр, «Длинное знамя» газетінің бұрынғы тілшісі Владимир Панков, ауданның құрметті азаматы Петр Решетнов, сондай-ақ бұқаралық ақпарат құралдарының ардагерлері баспахананың линотипшісі Наталья Постник пен баспашы Галина Линик болды. Мереке иелерінің бақ саласының ардагерлерін Жарқайың танысы және «Длинное знамя» газеттерінің ұжымдарын, Сарыарқа телеарнасының, Мегаполис радиосының және Таза ақпарат желілік басылымының қызметкерлерін аудан әкімінің орынбасары Арай Әбенова құттықтады. Ол сала мамандарына зор денсаулық, тың идеялар, шығармашылық шабыт пен толағай табыс тіледі. Всех поздравляю, всем желаю только процветания. Баршаңызды құттықтаймын. Сіздерге тек қана береке, бірлік пен өркендеу тілеймін. Біздің басылымдарымыз бен бұқаралық ақпарат құралдары тек қана жағымды жаңалықтарды таратып, ел игілігіне қызмет ете берсін. Теле жаңалықтар болмасын, бәрі тек оң бағытта дамып, халықтың әл-ауқаты арта берсін. Отбасыларыңызға амандық, береке тілейміз. Бұқаралық ақпарат құралдарында ұзақ жылдар еңбек етіп, бүгінде ардагер атанған журналистерімізге ерекше құрметімізді білдіреміз. Сіздерге зор денсаулық, ұзақ ғұмыр, өміршеңдік пен ең бастысы жас буынмен тығыз байланыста бола беріңіздер. Укрепление
связи с нашим новым поколением. Іс-шара барысында бұқаралық ақпарат құралдарының ардагерлері мен жас мамандарын салтанатты түрде марапаттау рәсімі өтті. Аудан әкімінің алғыс хатымен бақ саласында белсенділігімен және кәсіби еңбегімен ерекшеленген бірқатар қызметкерлері марапатталды. Олардың қатарында Держава Пресс жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің директоры Раиса Вольф, Целинное знамя газетінің редакторы Елизавета Чхелинцева, Жарқайын тынысы газетінің беттеушісі Марал Рахымбекова, Мегаполис радиосымен Сарыарқа телеарнасының директоры Лилия Пашкевич, Сарыарқа телеарнасының операторлары Надежда Теплова мен Гоча Оталишвили, сондай-ақ Таза ақпараттық ресурсының жетекшісі Станислав Макрудумян бар. Шара барысында 70 жылдық мерейтойын атап өткен Целинное знамя газетіне ерекше құрмет көрсетілді. Басылым 70 жыл бойы ауданы шежіресін жазып, елді мекендердің тарихын, еңбек жетістіктерін және жерлестердің тағдырын кейінгі ұрпаққа жеткізіп келе жатқан маңызды ақпарат құралы ретінде атап өтілді. На первом месте был... Біз үшін әрдайым ең бастысы халықтың арасына барып, адамдарды көру, олардың үнін есту, ой мен идеяларына құлақ асу болды. Бұл біз үшін үлкен әрі құнды өмірлік сабақ еді. Осындай тәжірибе арқылы жинаған білімімізді қорек етіп, оны газет арқылы оқырмандармен бөлісіп отырдық. С ним мы делились через газету с людьми. Шара барысында Владимир Паньков, Асылхан Әлжанов және Төлеген Ибраев журналистік қызметтегі естеліктерімен бөлісті. Олар журналистика саласындағы қалыптасқан дәстүрлерді сақтау мен оны жас буынға сабақтастықпен жеткізудің маңыздылығына ерекше тоқталды. Мне пришлось выполнять двойную нагрузку. Маған қосымша жүктемемен жұмыс істеуге тура келді. Бір мезгілде Целинное знамя газетінде аға әдеби қызметкер және аудандық радиода редактор қызметін атқардым. Сол кездері эфирге кім шығады екен деп бәрі аса күтетін. Даусымның өзі де сол уақытта Левитанға ұқсас еді. Эфирге шыққанда Державинск қаласынан сөйлеп тұрмыз деп хабар тарататынбыз. И все вот ждали вот эти вот слова. Қарамаған адамдар, комсомолда болсын, райисполкомда бәрімізде корреспондент болдық. Бәріміз газетпен жұмыс істедік. Өйткені ақпарат елге, жұртқа таныстыру, ол тек қана сол біздің міндетіміз болды. Сол себептен енді мынау қазір қарап отырмыз, Аллаға шүкір, бәрі алға жүріп жатыр. Техника деген сияқты, электроника деген сияқты, сіздердің 70 жылдықтарыңызбен құттықтаймын. Әрде осы жастар болсын, бәрде еліміздің, жұртымыздың жақсылығына Алла үлес қосып. Мерекелік шара барысында аудан өнерпаздары бұқаралық ақпарат құралдары қызметкерлерінің құрметіне ән мен күйден шашу шашып, концерттік бағдарламаларын ұсынды. Іс-шара соңында қатысушылар естелік суретке түсіп, мерекелік кездесу өз мәресіне жетті. Бүгінде Жарқайын ауданында баспа, телевизия, радио және интернет бұқаралық ақпарат құралдары табысты жұмыс істеп келеді. Сонымен қатар болашақ журналистерді даярлауға да қолайлы жағдай жасалуда. Бұл ауданның ақпараттық кеңістігін одан әрі дамытуға және сапалы ақпарат тарату ісін жетілдіруге зор мүмкіндік береді.